негізі өзенде жұмыс көп жасайтын. Ештеңе жасалып жатқан жоқ өзенде. Ештеңе жасалып жатқан жоқ. Әлі күнге дейін қысымдамыз. Әлі күнге дейін қудалап жатыр. Кешегі ең азаны жетім бала. Не жазығы бар соның? Сол баланы өлтіріп тастап отыр мысалы. Арандатушы топ әлі күшті жұмыс жасап жатыр. Арандатушы топ. Бәрі осыны ұйымдастырған, кешегі қанды оқиғаны ұйымдастырған. Мына жергілікті облыстық басшылар, қалалық, жоғарыдағы, сосын мына ішкі істер басқармасы, мына орган қызметкерлері, оның ішінде ішкі істер басқармасы бар, оның ішінде прокуратура қатысы бар, оның ішінде кем бұныңды адамдар бар. Мына жәбір көрген, мысалы, үйінде қайтыс болған адамдар бар ғой, мысалы, кешегі Алтын апа, паралич сол, уже моральный неден шаршағаннан паралич сол, больницада жатыр, бір аптадай болды. Жаңағы кімнің, Жармаханның мамасы, ол мына уже құлақ естімейді, ол кәдімгі сондай болып ауырып қалды. Сондай болып ауырып жатыр. Кәдімгі мына жетай тұрған мұнайшының семьясымен, сол жәбір көрген отбасының семьясымен, мына шетпеліктердің бәрі шетпе өзен деп бөлмеуіміз керек. Бірге айту керек. Солардың бәрінің отбасына бізге психолог керек. Біздер дейтін шаршадық. Әлі біздер дейтін, әлі біз қысымның үстінде отырық. Біз әлі ешқандай бізде күшті болып отқан дымымыз жоқ. Сосын ана Ерсайын деген жігіттің мына оң қолынан тиген бәрі автоматтың оғы, кілең автоматтың оғы тиген сол. Ал пистолеттің оғы, негізі пистолеттің оғы былай тиген, негізі қадалып қалады екен. Пистолеттің оғы да, мысалы, болды кім деген, Махамбет деген жігітте болды. Санында, мысалы, пистолеттің оғы әлі жүр, ала алмай жатыр. Сансызбай деген жігіт, мысалы, 8 көзден тиеді, мысалы, ол 8 көзден тиеді, бірақ күре тамырдың бойында тұр. Оны алса, уже мүгедек болып қалады. Оны ешқандай ештеңе істей алмай жатыр әлі. Алматыға қанша рет барып келді. Ал кім деген, мысалы, өмірлеріне балта шабылды, мысалы, кім деген, Қайрат Досмағамбетов, Аманқос деген жігіт. Солардың, мысалы, өмірлеріне балта шабылды. Олар дейтін бар ғой, жас жігіттерді, олардың құқықтарынан тиген. Ал, міне, өміріне балта шабылды.